13 желтоқсан 2022 жыл біз Безгіда Шахзадайына әріптесім екеуміз Шортандыдамыз, Бурабайдамыз. Мына сұлулықты сөзбен жеткізу мүмкін емес. Керемет сұлулық. Кеше тоңып қалып едік, бүгін ыстықтай бастадық. Үйрене бастадық ау деймін. Ескерткіш болсын деп түсіріп жатырмын. Щучинск Шортанды санатория 2022 жыл 15 желтоқсан. Қараңыздаршы, қандай сұлулық. Үш жүздің басын қосқан қасиетті мекендеміз. Тыңдаушылар, мына таста біз сағаттарына қарсы жеті айналдық. Бұл тас қасиетті тас. Абылайхан монументінің артында орналасқан. Енді мен сіздерге бұнда жазылған мәтінді оқып бере аламын. Былай дейді Сәбит Мұқановтың «Аққан жұлдызынан». Бұл өлкенің билері кеңес жинап, жоңғарлармен таласқан, күштерді біріктіріп, жауларын қуып жетіп, олардан кек алуды шешті. Балқаш көлінің маңында қазақтар қалмақтарды басып озды. Ұрыс басталып, қазақ жауынгерлерінің арасында бір жігіт ерекше көзге түсті. Бұл өлкенің билері кеңес жинап, қапыда жоңғарларға ұрылған қазақтардың күштерін біріктіруге және жауды қуып кек алуға шешім қабылдайды. Балқаш көлінің маңына жетіп, қатты соғыс болады. Сонда жауға абылайлап шапқан бір жігіт ерекше ерлік көрсетеді. Көптеген жауынгерлер батыл шабандоздан артта қалмауға тырысады. Жау жеңіледі. Қазақтар шайқаста жеңіске жетіп, өз тайпаларын босатады. Кіріптар болған мал жанды қайтарып алады. Есін жиған ел абылайлаған кім деп сұрастырса, Дәулеткелдінің жылқышысы Сабалақ. Оның шын мән жайы сонда ғана анықталады. Оның арбатасы Қанішер аталған Абылайхан екен. Әбілмансұр жауға шапқанда соның есебін ұран болған екен. Сабалақтың кім екенін білген, қылығына риза болған қазақтар оны боз биенің үстіне шомылдырып, боз айғырда құрмалдыққа шалып, Бурабай өңіріндегі хан аталып кеткен Шалқар көлдің жағасында ақ киізге салып хан көтереді. Көкшетау өлкесін мекендейтін Атығай және Қарауыл рулары Абылайға 6 қыз беріп, 6 ақ отау тігіп, алдына 60 түйе, 600 жылқы, 6000 қой салып беріпті. Содан кейін көл хан аталып, Әбілмансұр Абылайхан аталып кетеді. Сәбит Мұқановтың «Аққан жұлдызынан». Міне осындай қасиетті киелі жерде тұрмыз.
өкшем жері Құдайдың құдіреті тек. Красота, мына аққайыңдарды ал әнші. Жақындатып көрсетейін ба сіздерге? Міне қандай сұлулық. Мен видео сұлулығын бере аламын. Айтпаңыз, видеомен сұлулықты сезе ма жұрт?